мына сіздің күнделігіңіз өзіңіздің жазып қолмен жазғаныңыз почеркіңіз қандай керемет ағай, қандай керемет. Айта беріңіз, оқи беріңіз енді. Жаңа не затты оқиын, бірдеңені оқиын дедіңіз ғой. Бастан оқиын ба? Иә, оқи беріңіз. Арақты аздап іштім ептеп көппен, әзәзіл арбайды деп ойлап па ем, достарым мақтап қойса жетіп жатыр, ақыры жеңіп тынды досым көптен. Әуелі тиіп қашып аздап іштім, кездессе той тымалақ құлап іштім, кетсем де көше кезіп маған дұрыс, кәсібім жоланакай осы жүріс. Өмірім өтіп жатыр, осылай өтіп жатыр, мал жинап жұмыс жасап жарытпадым, ағайын достарым безді менен, түңіліп сырт айналып кетіп жатыр. Керемет. Бұндайларды оқымайды ғой, оқса да жетпейді. Достарым менен безіп кеткен менен, аямай дүзгірамын маған беріп, өздері үйде жатат жаны тыныш, дүзгірамға жасатат алас ауыр жұмыстарын. Досым бар 5-6 адам орны бөлек, олардың құрметі маған ерек. Басқалар жақтырмаса шаруам қанша, көзден таса қалмайды, маған беріп бірге жет. Алқаштыр ғой енді. Үйім бар гостиница, есі қашық, көк түтін демалдырмайды, бөлмем сасық. Қол қанатқан нәжістен жеркенбейміз, жат біреу кіре қалса да қашады мұрнын басып. Алқаштардың несі ғой енді. Иіс сасып жаман болып тұрады. Жасымнан жуас едім, мінезім жасық, ішкенде елеремін көңілім тасып. Алла маған бермеген басқа сана, қатын бала безеді, ішкенде менен қашып. Осылай қартайғанша сайран қылдым, ішсем болды үй үшін ойран қылам, мүгедек болған күні күнақ кірді ақыл, апырай неге азым деп қайран қалам. Арақты бала кезден ерте іштім, ішпесем жүре алмайтын күйге түстім, баламау емдетем деп болма әуре, көрем дейтін дәрежеге жетіп тындым. Бұл күнде немеренің атасымын, сындырмай шөптің басын жататынмын, балаңнан үлгі ал деп ұрсса кемпір, тілі жоқ сақаулардан айырмам жоқ, тұншығып үндей алмай қапаланам. Маған кемпір ұрысқанда ғой. Кемпірлер енді ұрысады. Балаңнан неге үлгі алмайсың деп.